Армысыздар, құрметті тыңдармандар, YouTube арнамызға қош келдіңіздер. Арнамызбен бірге болыңыз және де подписация батырмасын басып, видеоны соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Бүгінгі топтамада атақты Марк Твен, америкалық жазушы, журналистің қанатты сөздерімен бөлісетін боламын. Назар салып, тыңдап отырыңыздар. Егер бізді біреу сыйламай қойса, біз оған қапаланып қатты ренжиміз. Ал шындығында пенденің барлығы өз ішінен өзіне өзі сыйламайды ғой. Жасым 14-те болғанда әкем өте ақылсыз ақымақ еді. Мен оны әзер түсінетінмін. Ал менің жасым 21-ге келгенде, сол 7 жыл аралықта әкем өте ақылды, өзіме ақылшы тіреу, одан артық адам жоқ болды. Батылдық қорқыныштың жоқтығы емес, ол өз бойыңыздағы қорқынышты өзіңіз басқару, соны ақылмен шешу. Өмірде өтіріктің 3 түрі бар. Жай өтірік, көзіңізді бақырайтып қойып айтылатын бетсіздердің өтірігі және статистика. Афоризмнің басты қасиеті аз сөз, терең мағына. Нағыз дос сен қателік жіберген кезде жаныңнан табылады, ал сен дұрыс жүрсең, бәрі сенімен бірге. Мен ешқашан мектеп тапсырмаларының жеке ілім-біліміне кедергі жасауына жол бермедім. Негізгі атаққа лайық қызмет етпей, сол атақты асынып жүргенге, атақты лайық қызмет етіп, оны ресми түрде алудан бас тартқан әлде қайда адамшылдық. Жақсылық бұл кереңнің ести алатын, соқырдың көре алатын дүниесі. Балалық шақта бақыт алдымыздан күтіп тұрғандай көрінетін, қартайғанда оның тек өтіп кеткендігін сезінумен ғана шектеледі екенбіз. Қазір қоғамдағы адамдарды екіге ғана бөлуге болады. Бірі түрмедегі жазасын өтеушілер, екіншілері жазасын өтеуге тиістілер. Билегенде саған ешкім қарап тұрмағандай биле, ән айтсаң ешкім естіп тұрмағандай айт. Жақсы көрсең, сенің ешкім көңіліңді қалдырмағандай жақсы көр, және бұл өмірде өзіңді жұмақта жүргендей сезін. Егер айтатын сөзің болмаса, шындықты айт. Адамның ақылы ең ғажайып зат, ол бірдің емес, бүкіл елдің сөзін сөйлесе де, ең соңғы минутқа дейін жұмыс жасайды. Ең бірінші туған күнін тойлаған адаммен не істеуге болады? Өлтіруге де аз. Темекіні тастау оңай, менің өзім 100 рет тастадым. Өлер алдында тек 2 нәрсеге өкінеміз: аз ғашық болғанымызға және аз қыдырғанымызға. Батылдық қорқыныштың жоқтығы емес, ол өз бойыңыздағы қорқынышты өзіңіз басқару, соны ақылмен жеңу. Жақсылық бұл кереңнің ести алатын, соқырдың көре алатын дүниесі. Нағыз дос сен қателік жіберген кезде де жаныңнан табылады, ал сен дұрыс жүрсең, бәрі сенімен бірге. Афоризмнің басты қасиеті аз сөз, терең мағына. Мен ешқашан мектеп тапсырмаларының ілім-біліміне кедергі жасауына жол бермедім. Патриотизм елдің әрдайым қолдау, ол билікті қолдауға лайық болса ғана қолдау. Батылдық деген қорқыныштың жоқтығы емес, батылдық қорқынышпен күресу, оны жеңе білу. Кез келген алды артын ойлағыштық неден күйрейді? Адамның топастығынан. Әлемдегі бірінші семсеруші, әлемдегі екінші семсерлеушіден қорықпаса да болады. Ол қолына ешқашан семсер ұстамаған наданнан қорқуы тиіс. Надан істеуге тиіс емес нәрсені істейтіндіктен тәжірибелі семсерлеуші жеңіліс табады. Дұрыс нәрсе істеңіз, сонда кей адамдарды қуантасыз, ал өзгелерін таңғалдырасыз.
қайда бара жатқанын білмейтін кісі басқа жерге тап болғанына өте таңғалады. Сізді өзіңізге сенімінен айыруға тырысатын адамдардан бойыңызды аулақ ұстаңыз. Бұл қасиет ұсақ адамдарға тән. Ұлы адам керісінше сіздің де ұлы адам бола алатыныңызға сендіреді. Ыстық пешке бір рет отырып қалған мысық қайтып ыстық пешке отырмайды, суық пешке де отырмайды. Сізді керіп-тарып төмендететін адамдармен бірге жүруден сақтаныңыз. Өзіне сенген адам ғана ұлы істерге бара алады. Дені сау болудың жалғыз жолы жегің келмейтінді жеу, ішкің келмейтінді ішу, сонымен қоса істегің келмейтінді істеу. Әр адамның өмірінде бір рет болса да тағдыр тәлейі оның есігін қағады. Бірақ ол кезде адам жақын маңдағы сыраханада отырған болуы мүмкін. Сол себепті ешқандай тақылды естімейді. Ақымақтарға алғыс айтайық. Олар болмағанда басқаларға жетістікке жету қиын болар еді. Егер үнемі шындықты ғана айтатын болсаңыз, сізге ештеңені есте сақтап жүрудің қажеті жоқ. Сары уайымшыл жастың сөмірейген сиқынынан сорақы мұңлы көрініс жоқ. Бақыттың базарында шалқу үшін өз жаннатың болу керек. Ортақ бір жұмақ бәрінің көңілінен шыға қоймайды. Бақ әрбір адамның есігін өмірінде бір рет болсын қағады. Алайда адам осы уақытта үйінде болмағандықтан есіктің қағылғанын естімей қалады. Билегенде саған ешкім қарап тұрмағандай биле, ән айтқанда ешкім естіп тұрмағандай айт. Жақсы көрсең, сенің ешкім көңіліңді қалдырмағандай жақсы көр, және бұл өмірде өзіңді жұмақта жүргендей сезін. Ақша қажет болса, бөтен адамдардан сұра. Ақыл керек болса, досыңмен сырлас. Ал саған ештеңе қажет болмаса, туыстарыңа бар. Адам өзіне риза болмай, өмірге де риза бола алмайды. Егер видео ұнаған болса, құрметті оқырмандар, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Назар салып тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет.